Karnımның da aşkını aytamay. Ay. Ay. Işe arendagam mına үйdü aldım. Bırында оққанда жақсы болар еді. Бұрында оқу керек еді. Мен қазір интернеттен қарап жұмыс жасауын, сөйтіп тамағымды тойдырмайын ба? Мына үйді де арендаға алдым. Жарайды, қазір звонып көрейік. Так. Мына нөмірге звонсақ. Ассалаумағалейкум. Бұл қандай жұмыс екен? Уағалейкум ассалам балам. Бұл деген автобус жұмысы. Айлығы емес, күнде зарплатаңды аласың. Как раз маған да керек жұмыс екен. Онда аға мен келемін. Жарайды, түскі 12-де келе бер. Жетесің. Бірақ жолы қиын. Еще жұмыс та қиын. Не деді? Түсінбедім. Жарайды, кеттік. Өзіміздің немізге барайық та. Так. Жүрек кеттік. Жетейік қазір немізге. Мекен жайын сұрамаппын ғой, сұрайын қазір. Осыны екен ғой айтқан. Болжап маған қиын деп жол. 1 километр жолдан келе жатырмын. Автовокзал деген жер ма не? Қазір звондап көрейінші, осы жер ме екен? Еще автобустар ескі екен. Қазір қазақтардың автобусы. Бірақ бізге новый автобус келді. Так. Алло, ассалаумағалейкум. Сіз автовокзал деген жерде барсыз ба? Жоқ, балам, бұл жерде мен жоқпын. Тек просто автобусқа мініп неғыла бер. Мен тамағым ауырып, больницада жатырмын. Больницада. Мені қартада мінеді. Өзің көресің, зарплатаңды беремін. Түсінем. Жарайды. Өзі де қызық адам екен, больницада жатырмын деймін, не дейді? Тілі келмейді ау деймін. Сабақ оқымаған біз сияқты деймін. Отырайға. Давай. Қазір мен телефоннан қарап жүрейін. Давай. Есі жоқ па? Ашылды. Давай, қыздырайық. Қызды. Ал енді жұмысымызға басайық. Так, күшті екен. Автобус бірінші рет айдап тұрмын мен. Өмірімде. Қазір соғыс болмайық бір жерде. Заправлата дейіп ма, не дейді? Соны төлемей жүрер, құрсын. Оқымаған деген біз ау деймін. Так, алдымызда біреу келе жатыр. Давай. Остановкада тұрайық. Так. Жүр кеттік, апарып тастайық. Жеткізіп тастадық. Так, түсті бе? Давай, кеттік. Бұлардың түсуі деген енді, халықтың түсуі деген енді айта алмаймын. Енді пробка болмайды ғой енді. Не дегенмен ауылға. Жарайды, кеттік. Стоп, сен осы видеоны лайк баспай көріп отырсың ба? Онда лайк басып тіркел.
Кеттік. Так, мен уже остановкеге жетіп қалдым. Так, не істейін? Осы жерге тоқтайық. Давай. Адамдар түсіп алсын. Так. Адам бітті ау деймін. Онда біз немізге баратын сияқтымыз ғой. Жаңа автовокзал деген жерге. Сол жаққа баратын сияқтымыз ғой. Или жоқ, ол жерге бармайтын шығармыз. Сол жерге шығар. Ай. Ей, отырыңдар. Кеттік, апарып тастаймын. Жақсылап отырып алыңдар. Кеттік ал. Деп қатты басай қалқасы. Ой. Қуасың ба? Сен де бір? Ей, жарайды. Оған мән бермей ақ қояйық. Бір дрифт жасаймын ба дедім. Дрифт. Бізден ондай шықпайды екен, ұят болып қалды. Әй, ішіндегі отырған адамдар қазір мен мазақтайтын шығар. Так, остановкаға үйлеріңізге жеттік. Түсеміз, түсетін адамдар. Так, ал енді кеттік той. Басайық. Мына жерде жолында дұрыстап жасамаған, бір жері бетонмен, бір жері бір бәлемен. Бұлаяқ бұрылып кете берейік шоң жаққа қарай. Ана аяқтың айналып жүрген уақыт жоқ. Так. Үй құрсын. Давай түсің. Так, кеттік ал. Апарып тастадық. Бүгін жақсылап жұмыс жасадық деймін ау. Давай. Так, не істесек болады. Жеттік біз. Осы жерге тоқтайық. Бізге 500 рубль теңге төледі. Юху! Енді барып алып қайтпаймын ба? Пицца деген жерде қарным ашып отыр еді бағанадан бері. Енді пицца алайық. Енді пицца, пепси, кола, чипси жетеді ғой бізге деген. Саламатсыз ба дәде, маған чипси емес, чикен, кола, донер, пицца беріңізші. Жарайды, берем балам. Күте тұр. Қазір дайын болады. Жарайды, апа, сізге сенемін ғой. Тез болыңыз. О, дайын болды. Кеттік ал. Ақшасын бердік. Қанша сұрады? Қанша дей? Ой, аз сұраған сияқты. Барлығын қосқанда бағана ақшаң бәрі күйіп кетті ғой. Ертең шашылық аламыз, жұмыс жасап тағы да. Так, кеттік ал жұмысымызға. Үйімізге деген ғой. Шаршап отқанда қаяқтың жұмысы десей. Үйімізге барып демалып, шекен анамыз жемейміз.